Сәлем, мен апамыз Мейіржанмын. Менің шаңырақ ойыныма қош келдіңіздер. Мейіржан, сабақ басталын дегенше бір-бірімізге жұмбақ қойып ойнайықшы. Кемет ой, Асхат. Ойнайық, онда мен бірінші басақ қойып көрейін. Бірінші жұмбақ. Бес қару белінде саңғап шөреті көкемде. Мынау қиын жұмбақ екен. Жауабын білмедім. Балалар, сендер ойланып жауап беріп көріңдерші. Не деп ойлайсыңдар? Ендеше келесі жұмбақты айтайын. Біріншісі, ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Екіншісі, қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Ойланып көрейін. Бірінші жұмбақты жауабы шапырақ. Ал екінші жұмбақты кітап деп ойлаймын. Дұрыс па? Иә, Мейіржан, жарайсың. Енді маған жасырып көрші. Жұмбағым. Тие десе тимейді, тимейді десе тиеді. Не деп ойлайсың? Бұл оңай жұмбақ болды. Жауабы ерін. Иә, дұрыс. Балалар, сені жұмбақтардың жауабын дұрыс таба алдыңдар ма? Ендеше сендер де бір-бірлеріне жұмбақ жасырып көріңдер.